Сәттілік Құдаймен танысыңдар. Жол болғыш адамның әрқашан жолы ашық. Оны Ефратқа лақтырсаң, ол су түбінен маржан уыстап шығады. Вавилон мақалы. Барша жұрт сәттіліктің серік болуын қалайды. Мұндай тілек қазіргі адамдардың жан дүниесінде қалай өмір сүрсе, осыдан 4000 жыл бұрын, яғни ежелгі Вавилон тұрғындарының да санасында берік орныққан еді. Құбылмалы сәттілік Құдайы бәрімізді де назардан тыс қалдырмайды деп үміттенеміз. Біз оны өзімізге назар аудартып қана қоймай, шапағат шуағына бөленуіне қол жеткізе аламыз ба? Сәттілікке жетудің төте жолы бар ма? Бұл сауалға Вавилон тұрғындары да бас қатырып, қажымай, талмай жауап іздеген. Олар нақты іс пен терең ойлы адамдар еді. Вавилонның ежелгі дүниедегі ең бай әрі қуатты қала болуының негізгі себебі осында болатын. Ол бір алыста өткен шақта мектептер де, колледждер де жоқ болатын. Дегенмен өте тиімді әрі нақты жұмыс істейтін білім орталығы болды. Вавилонның көкке шаншылған құрылыс нысандарымен, яғни патша сарайымен, аспалы бақпен және құдайлар шіркеуімен бой таластырған тағы бір ғимарат бар еді. Ол жайында тарихи кітаптарда ештеңе айтылмайды. Алайда ол сол кездегі адамдардың ой санасына орасан ықпал еткенді. Ол ілім сарайы еді. Онда ерікті мұғалімдер шәкірттерге өткен кезең даналығын жеткізетін және баршаны толғандырған тақырыптар ашық басқосуларда талқыға салынатын. Осында өтетін пікір алмасуларда құлдың өзі патша әулетіне жататын төрелердің пікірін жоққа шығара алатын және бұл үшін кінәлі саналмайтын. Ілім сарайына жиі келетіндердің бірі Аркад деген ақылды әрі бай кісі болатын. Ол Вавилонның ең қалталы адам еді. Бұл жерде оның жеке залы болды. Онда әр кеш сайын үлкен бір топ жиналатын. Олардың арасында қарт та, бала да жүрді. Ал негізінен тыңдаушылардың көпшілігін орта жастағылар құрады. Олар өздерін қызықтырған түрлі тақырыптарды талдап, пікір таластырып жататын. Біз қиял кемесіне мініп, сол кездегі жиындардың біріне қатысып көрейік. Тыңдаушылар сәттілікті өздеріне қарату тәсіл меңгерді ме екен, соны білейік. Аркад әдеттегідей жиналғандар алдына, яғни мінберге шыққанда батып бара жатқан күннің сәулесі шаңытқан құм тұманынан әрең жол тауып тұрды. Жерге төселген кілемшелерге жайғасқан 80-ге жуық адам шыдамсыздана күтіп отырған. Әлі де келушілер аяғы үзілмеген. Бүгінгі кеште қандай мәселені талқыға саламыз? Деп сұрады Аркад. Аз кем үнсіздіктен кейін ұзын бойлы тоқымашы орнынан тұрды. Мен көптен бері шешімін іздеген бір мәселе бар. Бірақ оны ортаға салмай келуімнің себебі жоқ емес. Ол Аркад саған да, осында жиналған ақкөңіл достарыма да күлкілі болып көрінуі мүмкін, деді. Бүгін жолым болып, іші алтын тиындарға толы әмиян тауып алдым. Сәттіліктің әрқашан жанымда жүргенін қалар едім. Осында отырғандардың бәрі де бұл пікірмен келісетін шығар. Бақытты қалай өзіңе қаратуға болады, оны қораға кіргізудің жолы бар ма? Міне, осыны талдап көрсек. Өте қызық тақырып, деді Аркад бәсең үнмен. Бұл талқылауға тұратын құбылыс. Біреулер үшін сәттілік ешбір мақсатсыз, себепсіз кезіге салатын бақытты жағдай. Басқалар сәттілік кілті Иштар құдайдың қолында. Ол өзіне ынты-шынтысымен құлшылық еткендерді жомарттықпен жарылқайды деп ойлайды. Сонымен достар, бұл турасында кім не ойлайды? Сәттілікті әрбірімізге жолдас ететіндей құзырет бар ма? Бар мәселе сонда ғой, деп жиналғандар қопаңдасып қалды. Талқыны бастау үшін әуелі тоқмашыға кезіккендей сәттілікті бастан кешкендердің пікірін тыңдайық. Аркад әңгімені әрі қарай өрбітті. Арамызда қиналмастан ақша не құнды зат тауып алғандар мен оларды ешқандай әрекетсіз иеленген тағы кім бар екен? Үнсіздік. Жиналғандар бір-біріне қарап, кім орнынан тұрар екен деп күткенімен ешкім қозғала қоймады. Немене, ондай адам жоқ па? Деп сұрады Аркад. Демек, сәттілік тым сирек кездеседі. Ізденісімізді қайда жалғастырамыз? Біреуің ұсыныс айтыңдар.
Айтып көрейін, деп бір жас жігіт орнынан тұрды. Өзі жақсы киініпті. Сәттілік турасында айту үшін ойымызды ойын үстеліне бағыттаған жөн емес пе? Көптеген адамдар сол жерде ірі ұтысқа үміт артып, сәттілік құдайынан жарылқауды сұрайды емес пе? Ол орнына жайғасқанда жұрт шу етті. Сөзіңді әрі қарай жалғастыр. Ойын үстелінде құдайдың қалай жарылқағанын өз аузыңнан естейік. Ойынхана қожайы есебінен әмияныңды толтыру үшін сәттілік текше тастың қызыл жағын жоғары қаратып саған бұрды ма? Әлде керісінше сәттілік өмірмен текше тастың көк түсі жоғары қарап әмияныңды еңбекпен жинап тергеніңді бір сәтте қожайынның қалтасына түсірді ме? Жас жігіт жұртпен бірге күлді де содан соң өз жауабын берді. Мойындауым керек. Сәттілік құдайы онда барғанымды білмесе керек. Басқалар туралы айта алмаспын. Сен сәттілікті сондай жерден көрдің бе? Ол ойын тасын сенің пайдаңа қарай бұрды ма? Айтып берші, біз тыңдап көрейік. Бәлкім көңілге бірдеңе түйерміз. Әңгіменің басы жаман емес, деді Аркад. Біз мұнда туындаған әрбір жайтты жан-жақты талқылауға келдік. Егер біз талқылаудан ойын үстелін алып тастасақ, онда көпшілікке тән бір әдетті, яғни ойынға тәуекелмен күміс тиын салып, алтын құйма ұтуға аңсар ауатындарды айналып өтеміз. Бұл маған кешегі ат жарысты есіме салып отыр, деп сөзге тағы бір тыңдаушы араласты. Егер сәттілік құдай ойынханаға бас сұғатын болса, онда алтын жалатылып жарқыраған арбалар мен ауыздықпен алысқан аттардың жанынан да қиыс өтіп кетпесе керек. Шыныңды айтшы, Аркад, кеше сен Ниневиядан келген аттарға ақша салғанда ол саған не деп сыбырлады? Сенің дәл жаныңда тұрып әлгі аттарға ақша салғаныңды естіп өз құлағыма өзім сенбедім. Бүкіл Ассирияның бірде-бір экипажы әділ жарыста біздің атқораның жылқыларын шаңғап тұру мүмкін емесін бәріміз секілді сен де жақсы білдің ғой. Мойындасаңшы, сәттілік құдай саған қай аттарға ақша салу керектігін айтқан шығар. Өйткені соңғы бұрылыста қос қара ат сүрініп қалып, біздің жүйріктерге кедергі жасады ғой. Соның арқасында жирен аттар күтпеген жерден озып келді. Аркад жылы күлімсіреп пікір иесіне қарады. Біреудің қандай атқа ақша салғанында ұлы сәттілік құдайының шаруасы бар дегенді сен қайдан алдың? Мен үшін ол махаббат пен ұлылық құдайы. Ол бірдеңеге мұқтаж жандарға шын пейілмен көмектеседі және лайықтыларға шапағатын шашады. Мен оны адамдардың ұтқанынан ұтқызғаны көп ойын үстелі мен ат жарыстан емес, адамдардың іс-әрекетімен пайдалы және марапатқа лайық орындардан іздеймін. Жерді өңдеп, әділ сауда жасап, кәсіптердің бірін игеріп, сол арқылы әрқашан пайда табу мүмкіндігі бар. Мүмкін табыс төбеде көрсетпес, өйткені адам кейде қателеседі. Кейде қатты жел немесе құрғақшылық оның еңбегін еш етеді. Егер ол барынша табандылық танытса, онда ақыр соңында марапатқа ие болады. Себебі сәттілікке деген мүмкіндік әрқашан іс-әрекетшіл жанның қасынан табылады. Егер адам құмар ойнаса, жағдай мүлде керісінше болады. Өйткені бар мүмкіндік оған қарсы жұмыс істейді де, ойынды ұйымдастырушы қожайынның ішкі есебі дұрыс шығады. Оның таңдаған кәсібі, басқаша айтқанда мамандығы сондай. Ол ойыншылардың ұтысқа салған ақшасынан мол пайда табуды жоспарлап қойған. Аздаған ойыншылар ғана ұтуға деген мүмкіндіктері шектеулі, ал ұйымдастырушылардың сыбағасы мол екенін сезеді. Мысалы, ойын тасын алайық. Әр жолы оны лақтырған сайын біз ұтысқа ақша тігіп, оның қай беті жоғары қарап түсетінін болжауға тырысамыз. Егер ол қызыл жағымен түссе, ойынхана қожайыны бізге тіккен ұтыстан 4 есе көп ақша төлейді. Ал егер қалған 5 бетінің кез келген бірі түссе, біз ұтысты былай тұрсын салымнан да айырыламыз. Бұл дегеніміз 6 аунап түсер тастың 5 бірдей беті бізге ұтылса келеді. Алайда қызыл бір беттің ұтысы 4 есе болғандықтан жалпы алғанда қожайында үнемі 5, ал ойыншыда 4 мүмкіндік сақталады. Егер бүкіл кеш бойғы ойында қожайынның пайда табу мүмкіндігі ойыншының ұтыс алу мүмкіндігінен алдын ала жоғары етіп белгіленіп қойса, түбінде кім ұтылады? Әрине ойыншы. Бірақ біреулер қыруар ақша ұтып жүр ғой, деп қалды тыңдаушылардың бірі. Иә, ондайлар болып тұрады, деп жауап берді Аркад. Бірақ бұл сәттілік қаншалықты сенімді?
Вавилондағы таныстарымның арасында ауқаттылар көп, бірақ олардың табысты жолын құмар ойыннан тапқан ақшамен бастаған көрген де естіген де емеспін. Бүгін осында жиналған бәрің де қаламыздағы бай адамдардың көбісін білесіңдер. Мені қызықтыратын мына жайды білгім келеді. Солардың қайсысы жетістікке жетудің бір мүмкіндігі ретінде құмар ойынын айтар екен? Ондайлар бар ма? Білсеңдер, атын атап түсін түстеңдерші. Ұзақ үнсіздіктен соң отырғандардың бірі, ойынхана қожайындарының өздері шығар, деп үн қатты. Егер ойларыңа басқа ешкім түспесе, деді Аркад, онда өздерің туралы сөйлесейік. Араларыңда қолы жүріп тұрған, сөйтіп ойынхананы табыс көзі еткендер бар ма? Оның сұрағына жауап ретінде артқы қатарда отырған біреудің наразы күңкілі мен жұрттың ду күлкісі естілді. Шамасы біз сәттілікті оның құдайы жиі болатын жерден емес, басқа жақтан іздеп отырған сияқтымыз, деді ол сөзін жалғап. Қане, онда басқа жерлерден іздестірейік. Оны жоғалған әмияннан таппадық. Сондай-ақ ойын үстелі маңында да бола қоймады. Ат жарысты алсақ, сендерге ашығын айтуым керек. Ондағы ойыннан өмірімде ұтқаннан ұтылғаным көп. Ал енді өз кәсібімізге назар аударайық. Қайдағы бір, кейде бар, көбіне жоқ сәттіліктен гөрі өз еңбегіміздің адал қайтарымына иек артайық. Басты табиғи табыс қайнары сол ғой. Бұл орайда сәттілік емес, таза еңбек өз жемісін береді. Менің пайымдауымша, Құдайдың сыйлығына жаутаңдап отыру жөнсіз. Бәлкім ол бізге өзінен ешбір қайыр күтпеген кезде көмектесетін шығар. Бұған кімнің алып қосары бар? Ақ киімді егде саудагер орнынан тұрды. Сенің рұқсатыңмен, құрметті Аркад, мен мынаны айтқым келеді. Егер сен айтқандай біз тек өз күшіміз бен қабілетімізге ғана сене алсақ, онда қолымызға түсіп тұрып, сусып кеткен табыстар жөнінде де әңгіме өрбітейік. Нағыз сәттілік өте сирек құбылыс. Бұған керісінше сәтсіздік, яғни қолдан сусыған сәттілік жайын көбіміз де айталар едік. Мағыналы ой, деді Аркад келісіп. Араларыңда қолына қонып тұрған бақыт құсын қапелімде ұшырып алғандар бар ма? Көп қол көтерілді. Ішінде әлгі саудагердің де қолы бар. Өзің бастадың. Енді бірінші сөз кезегін саған береміз. Аркад осындай ұсыныс білдірді. Бұл оқиғаны қоспасыз айтып берейін, деді саудагер. Бұл жай адамның сәттілікке қол созымдай жерде тұрып, көзсіз әрекет жасайтынын, соның салдарынан сәттіліктің теріс айналатынын көрсетеді. Кеш өкінесің. Көп жыл бұрын онда әлі жас едім. Жақында ғана үйленген едім. Табысымда көңілдегідей бола бастаған. Бірде әкем келді де бір іске ақша салуды ұсынды. Жақсы досының ұлы қала қорғанының сыртында бос жатқан жер телімдерін көріпті. Канал арнасынан жоғарыда болғандықтан ол жерге су бармайды екен. Әлгі жігіт бізге мынадай жоспар ұсынды. Аталған жерді сатып алып, су тартатын 3 үлкен құрылғыны өгіздер арқылы қозғалысқа келтіріп, алқапты суғаруға болады. Міне, осыдан соң алқапты телімдерге бөліп, қала тұрғындарына бау-бақша егу үшін сату пайдаға кенелтеді. Аталған жоспарды жүзеге асыруға қажетті барлық шығынды өтеуге жігіттің алтыны жете қоймапты. Ол да мен секілді жас, әрі оның да табысы мардымсыз екен. Әкесі де менің әкем сияқты көп жанды отбасының отағасы болғандықтан баласына бөлетін артық қаржысы қайдан болсын. Сондықтан ол осы іске үлестерін қосатын адамдар іздепті. Бұл топ 12 адамнан құралып, топ мүшелерінің әрқайсысы жер сатуға дайын болғанша табыстарының 10-нан 1 бөлігін ортақ іске қосып отыруы тиіс еді. Жоспар іске асқанда әркім қосқан ақшасына қарай әділетті түрде бөлінетін үлесін алатыны қарастырылған. Ұлым, деді әкем, сен әлі жассың. Мен өмір бойы сенің ауқатты да құрметті азамат болуыңды армандадым. Енді менің қатемді қайталамауыңды тілеймін. Мен де соны қалаймын, әке, дедім. Ендеше менің кеңесімді тыңда. Табысыңның 10-нан 1 бөлігін бөліп ал да пайдалы іске сал. Осы қадамның арқасында сен менің жасыма жетпей-ақ лайықты өмір сүруге жетерлік қор жинап аласың. Сөзіңнің жаны бар, әке. Менің де байығым келеді, бірақ қазір менде әртүрлі шығыстар көп. Бар табысым содан артылмайды. Сондықтан бұл істі кейінге қалдырамын. Мен жаспын, алда әлі уақытым бар. Сенің жасыңда мен де солай ойлағанмын. Енді қараш, көп жылдар өтті, ал мен әлі қор жинауды бастаған да жоқпын. Біз екі түрлі кезеңнің адамдарымыз, әке.
сенің қатеңді қайталамауға тырысамын. Сенің алдыңда мүмкіндіктің өзі есік ашып тұр, ұлым. Ол саған баюға мүмкіндік беруде. Бұл істі кейінге қалдырмауыңды өтінем. Ертең досымның ұлына бар да, табысыңның оннан бір бөлігін ортақ табысқа қосу жөнінде келісім жаса. Бұл істі кейінге шегеруге болмайды. Бүгін қолыңда тұрған мүмкіндікті уысыңнан шығарып алма. Мен әке кеңесін тыңдамадым. Дәл осы кезде саудагерлер шығыстан көздің жауын алар киім-кешек әкелген екен. Әйеліміз екеуміз не болса да соларды алуды ұйғардық. Егер мен табысымның оннан бір бөлігін беруге келіскенімде, бізге әлгі және одан да басқа көңіл рахатынан бас тартуға тура келер еді. Мен шешім қабылдауды кейінге ысыра бердім, ақыры кешігіп қалдым. Енді осы күнге дейін опынамын. Жігіттің жоспары басқалардың болжамынан да пайдалы болып шықты. Менің қолдан сусыған бақытым туралы хикая осындай еді. Бұл әңгімеден шығар қорытынды меніңше мынадай: сәттілік берілген мүмкіндікті жібермеуге тырысатын адамды күтетін сыңайлы. Қара торы жүзі оның шөлейттен екенін байқататын кісі осыны айтты. Өзіңе байлық жинау үшін әрқашан алғашқы қадам жасалу керек. Ол табыстан бөліп жиналған бірнеше алтын немесе күміс тиыннан тұруы мүмкін. Менің қазір бірнеше табын малым бар. Қыруар малымның төлбасы бала кезімде жалғыз ғана күміс тиынға сатып алған қашыр еді. Бар байлығым осылай құралды. Алғашқы осы бір қадамды жасау әркім үшін үлкен сәттілік. Осы қадамға тәуекел еткен адам жалақысына күн көретін қарапайым жұмыскерден алтынның табысына өмір сүретін адамға айналады. Бұндай қадамды жас шағында жасайтындар шешуші әрекетті кеш бастайтындарға қарағанда байлыққа әрине ерте жетеді. Ал бұндай қадам жасауға тәуекел ете алмайтындардың хал-ахуалы туралы айтпай-ақ та қойсақ болады. Егерде біздің саудагер досымыз бұл қадамға сәттілік өзі келіп тұрған жас кезінде барғанда, ол бүгінде бұл дүниенің игілігін әлдеқайда молынан көрер еді. Сол сияқты сәттілік біздің тоқымашы досымызға да дер кезінде барғанда, ол көл көсір байлықтың басы болатыны анық қой. Мен де айтайыншы, деді жиынға қатысушы шетелдік. Өзім сириялықпын. Сендердің тілдеріңде жақсы сөйлей алмаймын. Саудагер достарың секілді адамдарды қалай атайтындарыңды да білгім келеді. Мұнымда әдепсіздік санауларың мүмкін, сонда да сол сөзді естігім келеді. Егер оны өз тілімде айтсам түсінбейсіңдер. Сондықтан өзіне пайдалы іске мойны жар бермейтін адамды қалай атау керектігін айтуды сұраймын. Миғұла, деді әлдебіреу. Дұрыс, деп қостай кетті сириялық қол шапалақтап. Ол өзі келіп тұрған мүмкіндікті көрмейді, күтумен жүреді. Жұмысының көптігін алға тартады, ал мүмкіндік ондай миғұлаларды күтпейді. Мүмкіндік бақытты болғысы келгендер асығуға тиіс деп біледі. Мүмкіндіктің сәті түскенде асықпаған әр адам біздің саудагер досымыз сияқты өзін-өзі аяқтан шалады. Саудагер орнынан тұрды да күлімсіреген күйі сириялыққа бас иді. Шындықты именбей айтқаның үшін шетелдік дос, саған қайран қалып тұрмын. Енді мүмкіндіктен айырылу туралы тағы бір хикаяны тыңдайық. Кімнің сөз айтқысы келеді? Деп сұрады Аркад. Мен айтайын, деді орта жастағы қызыл шапанды кісі. Өзім негізінен түйе мен жылқы сатамын. Кейде қой мен ешкі де сатамын. Сендерге бір күні басыма бақ қона жаздағанын, ал менің оған мүлде дайын болмағаным жайында әңгімелеп берейін. Дайын тұрмаған себепті мен оны үркітіп алдымды ғой деймін. Талқыға салып көріңдерші. Бірде кешқұрым 10 күн бойы түйе іздеуден кейін қалаға қайтып келе жатқанымда өкінішке қарай қаланың қақпалары жабық екенін білдім. Менің құлдарым шатырларын түнеуге тіккенше маған егде бір шаруа келді. Ол да қалаға кіріп үлгермепті. Аса құрметті мырза, деді ол маған. Түріңе қарағанда сен мал алып сатумен айналысатын сияқтысың. Солай болса, саған жаңа ғана айдап әкелген қоңды бір отар қойымды сатқым келеді. Өкінішке қарай әйелімнің қызуы көтеріліп жатып қалыпты. Сол себепті тезірек үйге қайтуым керек. Қойларымды түгелмен сатып ал. Мен құлдарым мен түйелерді жолға қамдап жеделдете сапарға шығайын. Түн қараңғы болғандықтан қойларды санай алмадым, дегенмен маңырауларына қарағанда тым көп екені байқалады. 10 күн бойы алуға лайықты түйелер табылмағандықтан қуана келістім. Ал асығыс болды да келісуге әбден лайықты баған айтты.
Мен ертеңгісін құлдарыммен отарды қалаға айдап кірген бойда оларды едәуір қымбат бағаға сата алатынымды білдім. Онымен қол алысып келістікте мен қойларды санап шығу үшін құлдарыма шырақ әкелуді бұйырдым. Шаруаның айтуынша қойлардың ұзын саны 900 болу керек. Қараңғы түнде әрі-бері қашқан, әрі аш шөл қысқан қойларды санап шығудың қиындығын тәптіштеп айтып, сендерді жалықтырмай-ақ қояйын. Бұл орындалмайтын тапсырма екен. Сондықтан шаруаға таң ата санап, содан соң есептесетінімді айттым. Аса құрметті мырзам, деп жалынды шаруа. Бүгін 3-тен 2-сін төлеш, жолға шыға берейін. Мен осында ең ақылды әрі сауатты құлымды қалдырайын, ол саған қой санауға жәрдемдеседі. Өз басым оған сенем, сондықтан ақшаның қалған бөлігін соған берсең болады. Бірақ мен жоқ жерден қасарысып түнде төлемейтінімді айттым. Таң ата мен ұйқыдан оянып үлгерместен қақпа ашылған бойда 4 бірдей саудагер малшыға лап берді де отардың бәрін сатып алып кетті. Олар жоғарғы баға ұсынды. Себебі қаланы сол кезде дұшпан тарапынан қоршауға алу қаупі төнген, ал азық-түлік қоры тапшы еді. Шаруа әр қойға мен төлейтін ақшадан 3 есе артық алды. Осылайша мен өз аяғымен келген сәттіліктен айырылдым. Ерекше оқиға екен, деді Аркад. Бұдан не ұғып, не үйренеміз? Келісімнің тиімді екеніне көзі жетіп тұрса, ақысын бірден төлеу керек болар, деп қорытты қария. Егер келісім шынында да пайдалы болса, онда саған ешкім де, тіпті өз кемшілігің де кедергі келтіре алмайды. Бәріміз де пендеміз, құбылмалы мінезге иеміз. Таратыңқырап айтқанда, кейде дұрыс пікірді бұрысқа айырбастауға бейімбіз. Менің алғашқы әсерім әрқашан ең дұрыс шешім болып шығады. Соған қарамастан тиімді келісім жасарда өзімді өзім сендіруім қиын. Сондықтан өзімді бойымдағы осалдықтан қорғау және жіберіп алған мүмкіндікке өкінбеу үшін мен бірден кепілақы қалдырам. Тағы да сөйлегім кеп тұр, деп сериялық орнынан атып тұрды. Бұл оқиғалар бір-біріне ұқсас екен. Екеуінде де мүмкіндіктің қолдан шығып кету себебі бірдей. Олардың екеуі де жайбасар ғой. Олар қазір нағыз сәтті кез, мәселені тезірек шешейін деудің орнына ылғи керенаулық танытады. Керенаудың ісі кері кетпей алға баса ма? Сен дәл үстінен түстің, деді мал алып сатумен айналысатын адам. Екі жағдайда да сәттілік жайбасарлардан теріс айналды. Оған таңданудың қажеті жоқ. Жайбасарлық әр адамға тән. Бәріміз де байлыққа ұмтылғанмен, соған керек мүмкіндік туғанда жайбасарлық әдет дағды үнемі еңсені басып, шешім қабылдауды кейінге қалдыруға мәжбүрлейді. Соның үніне құлақ асып, өзімізге өзіміз дұшпан болып шығамыз. Сириялық досқа ұнаған сөзді пайдалансақ, жас кезімде өзімді жайбасар деп есептеген емеспін. Басында көп нәрсенің байыбына бара алмай, соның салдарынан пайдалы келісімдерден құралақан қалып жүрмін деп ойлайтынмын. Кейін оны өзімнің қырсықтығымнан көрдім. Ақырында оның себебін түсіндім. Тез арада шешім қабылдауды қажет етсе де, оны кейінге қалдыра беретін әдетімнен өзім зиян шегеді екенмін. Өз мінезімді жек көрдім. Мен арбаға жегілген есек сияқты мүңкідім. Ақыры сол жаман әдетімді жеңіп жетістікке жеттім. Рахмет. Енді саудагер мырзадан мынаны сұрайын. Сириялық әңгімеге тағы араласты. Сен кедей емессің-ау өзі. Тіпті бай адамдарша сәнді киініпсің. Сөйлеу мәнерің де бай адамға тән. Бізге де айтшы, егер бір дауыс құлағыңа асықпа деп сыбырласа, сен не істейсің? Мал алып сатумен айналысатын досыңыз сияқты маған да өз кемшілігімді мойындап жайбасарлықпен күресуіме тура келді, деп жауап қатты саудагер. Менің бұл мінезім ылғи да ой жоспарымды быт-шыт етуге даяр дұшпаным болып шықты. Сендерге айтқан оқиға көптеген ұқсас жайлардың бірі ғана. Егер дер кезінде байқай алсаң, ол дұшпанмен күресу қиын емес. Бірде-бір адам қоймасы мен қорасын ұрыға шарлатып қоймайды. Дәл сол сияқты ешбір адам жауының өз тұтынушыларын үркітіп, пайдадан айырылуына жайбарақат қарап отырмайды. Мен де өз дағдыларым өзіме зиян келтіретінін білген сәттен бастап, олардан құтылудың жолына түстім. Сондай-ақ кез келген адам Вавилон байлығынан өз үлесін алғысы келсе, ішінде бұғып жатқан жайбасарлық әдет дағдымен ымырасыз күресуге тиіс. Аркад, сен бұған не дейсің? Вавилондағы ең бай адам екеніңнен шығар, сені жұрт жолы болғыш деп есептейді.
Адам өзінің жайбасарлығынан толық құтылу арқылы ғана жетістікке жетеді десем келісер ме едің? Сөзіңнің жаны бар, деді Аркад. Ұзақ ғұмырымда мынаны байқадым. Өмірімде жетістікке жету жолында ұрпақтар алмасып отырады. Ол адамдардың баршасы мүмкіндіктерден сырт қалған емес. Алайда солардың ішінде кейбіреулері ғана сәті түскен істі дөңгелетіп, аңсаған тілектерін орындауға қарай сенімді қадам басса, көпшілігі жайбасарлық танытып, сенімсіз әрекет етіп, көш соңында қалып жатты. Ендігі кезекте Аркад тоқмашыға бұрылды. Сен сәттілік туралы пікір алысуға шақырдың. Ал өзіңнің бұл жайында не ойлағаның бар? Қазір сәттілікке басқаша қарайтын болдым. Бұрын адамға кездейсоқ келген сәттілікті бақытқа балаушы едім. Енді оның адамды іздемейтінін түсіндім. Оны өзіңе қаратуың керек, ол оңай емес. Бүгінгі әңгімелерден түйгенім, сәттілік қолда бар мүмкіндікті пайдалану. Сондықтан да бұдан былай кез келген мүмкіндікті қалт жібермеуге тырысатын боламын. Пікір алмасу кезінде өрбіген әңгіменің мәйегін жақсы ұғыпсың, деді Аркад. Біз қызығатын сәттілік негізінен мүмкіндікпен бірге жүреді, ал басқа жолмен келуі сирек, неғайбыл. Егер сәттіліктің ұлы Құдайы жіберген мүмкіндікті пайдалана алғанда, біздің саудагер досымыз қуанышқа бөленер еді. Сол сияқты бір отар қойды сатып алып, қайта сату барысында мол пайда тапқанда, мал алып сатумен айналысатын досымыздың да сәттілік шапағатына бөлендім деп қуанары анық емес пе? Бүгінгі әңгіменің арқауы сәттілікті өз жағымызға таратуға жәрдемі тиер құралды іздестіру болғаны белгілі. Меніңше, біз дұрыс жол тапқандаймыз. Екі хикаяда бізге сәттіліктің мүмкіндікке еретінін көрсетті. Ақиқат міне осында. Егер сен мүмкіндікті пайдалана білсең, сәттілік саған жолдас болады. Кімде-кім мүмкіндікті пайдалана алса, сол адам сәттілік Құдайының назарын өзіне аударады. Ал өзіне кім қызмет етсе, соған көмектесуге әрқашанда дайын тұрады. Оған бәрінен де іскер адамдар жақсы қызмет етеді. Сәттілік Құдайы іскер адамдарға шапағатын шашады. Алтынның 5 заңы. Алтын толы ауыр қап немесе даналық сөздер жазылған састақта. Егер алдарыңа осындай таңдау қойылса, қайсысын алар едіңдер? Тыңдаушылардың күн қақтаған жүздерінде жанды қызығушылық бар екенін от жарғы апанық көрсетіп тұр. Алтынды таңдар едік, әрине алтынды, деп 27 адамның бәрі жамырай жауап қатты. Калабап қария түсінген кейіппен күлімсіреді. Қане тыңдаңдар, деді ол. Түнде шибөрінің ұлған не істейсіңдер ме? Олар аш болған соң ұлиды. Оларды тойындырыңдарш, содан кейін не істейтіндерін көріңдер. Ертеңде күн бар екенін ойламастан бір-бірімен таласады, немесе алаңсыз аунай кетеді. Адам баласы да сол секілді. Оларға қалауына қарай алтын немесе білім ұсыныңдар. Не істер екен? Білімнен теріс айналып алтынға қол салады. Алтын дегенің кімде-кім оның заңын білсе және мойындаса соған қызмет етеді. Түнгі салқыннан денесі тоңазыған Калабап қария сырт киімін қаусырынды. Сендер маған ұзақ жолда сенімді серік болдыңдар, түйелермен жақсы күтім жасадыңдар. Ыстық құмды басы өту барысында төзімділік танытып, бізді тонағысы келген қарақшылармен батыл шайқастыңдар. Енді сол іс-әрекеттеріңнің өтеуі үшін сендерге бүгінгі кеште алтынның 5 заңы туралы хикая айтып берейін. Бұндай әңгімені бұрын-соңды естіген емессіңдер. Мұқият тыңдаңдар. Айтқан сөздерімнің мәнін ұқсаңдар, онда келешекте сендер мол алтынға кез боласыңдар. Ол ойлы қалыпта үнсіз қалды. Қара көк аспандағы жұлдыздар жарыса жарқырайды. Жиналғандардың арқа тұсында құм дауылын тоқтату үшін қазықтарға мықтап керілген шатырлар қарауытады. Шатырлардың арғы жағында мұқият текшеленіп жиналған терлер жатыр. Одан әрі құмға көшкен түйелер анда-санда пысқырынып қояды. Тоқтаусыз күйіс қайрат. Бізге талай қызықты хикаяны айтып бердің, Калабап қария. Деді аға малайдаушы. Ертеңгі күні сендегі қызметіміздің аяқталар уақыты жеткенде, біз сенің айтқан ақыл кеңестеріңді кәдеге жарататын боламыз. Бұған дейін сендерге шалғай жатқан елдерде тек қана өз басымнан өткен қызықты оқиғаларды ғана әңгімеледім. Ал бүгін Аркад байдың пайым парасатын сөзіме арқау етемін. Ол туралы көп естігеміз, деді аға малайдаушы.
Ол Вавилонда бұрын-соңды өмір сүрген адамдардың ішіндегі ең бай қуаттысы болыпты. Ол теңдессіз бай болатын. Өйткені алтынның жүрер жолын басқалардан жақсы білетін. Бүгін түнде сендерге оның ұлы Намасирдің көп жыл бұрын маған Ниневияда ашқан даналық сырын айтып беремін. Ол кезде бала едім. Қожайын екеуміз сол күні кеште Намасир сарайында ұзақ болдық. Намасир өзіне ұнағанын таңдағанша қожайынға керемет кілемдерді тасумен болдым. Нәтижесінде ол өте риза болып бізді шарап ішуге шақырды. Сол жолы сирек кездесетін хош иісті, бұрын дәмін татып көрмеген бал шарапты алғаш рет іштім. Көңіл хошы келген ол бізбен бірге әкесі Аркадтың данышпандық ақыл кеңестерімен бөлісті. Реті келгенде онымен өздеріңді таныстырып отырмын. Өздерің білетіндей, Вавилонда байдың ұлдары әкеден қалатын мұраны күтіп, ата-аналарымен бірге тұра беретін дәстүр қалыптасқан. Аркад бұл дәстүрді сақтауға тырыспады. Сондықтан ақыл тоқтататын жасқа жеткен Намасирді өзіне шақырып мынаны хабарлапты. Ұлым, сенің маған мұрагер болғаныңа қарсы емеспін, бірақ әуелі сен оны ақылмен жұмсай алатыныңды көрсетуге тиістісің. Сондықтан сені жер жаһанды аралауға жіберуді қалаймын. Ондағы мақсатым, сен өз бетіңше алтын таба алатындай, адамдар арасында сыйлы кісі атанатындай қабілетің бар екенін көрсетуің керек. Ол үшін саған екі нәрсе беремін. Байлығымның іргетасын қалай бастаған жас шағымда ол нәрселер өзімде болмаған еді. Біріншіден, бір қап алтын беремін. Егер сен оны ақылмен жұмсай алсаң, ол сенің болашақ байлығыңның негізін қалайды. Екіншіден, алтынның 5 заңы жазылған састақтаны беремін. Егер сен оларды қолдана алсаң, олар саған білім мен сенім береді. Бүгіннен былайғы уақытта 10 жылдан кейін сен әкеңнің үйіне оралып есеп бересің. Талабыма лайық адам болсаң, сені бар байлығымның мұрагері етемін. Керісінше болған жағдайда бар жиған тергенімді Құдай жолындағы абыздарға мұра етіп, құдайлар мені шақырғанда олардың мен үшін құлшылық етуін тілеуіме тура келеді. Сөйтіп, Намасир ешкімнің көмегінсіз өмірде өз жолын табу үшін бір қап алтын мен жібек матаға оралған састақтаны алып, құлдары және жылқыларымен сапарға аттанып кетті. 10 жыл өткеннен кейін алдын ала келісілгендей Намасир үйіне оралды. Әкесі оның құрметіне көп достары мен туыстарын шақырып, ұлан-асыр той жасады. Той біткен соң әкесі мен шешесі үлкен бөлменің төріне қойылған тақ тәріздес орындықтарға жайғасты да, Намасир олардың алдында тұрып, әкесіне берген уәде бойынша есеп беруге кірісті. Кеш батты. Бөлмеге майшамның түтіні жайылған. Ақ хламида киген құлдар пальманың ұзын жапырақтарынан жасалған желпуіштермен бір қалыпта салқын ауа айдап тұр. Нағыз салтанатты шақ туды. Намасирдің әйелі кішкентай 2 ұлы және достары мен туыстары кілем үстіне жайғасып, есепті мұқият тыңдап отыр. Әке, сенің даналығыңа құрметпен бас иемін, деп Намасир сөзін бастады. 10 жыл бұрын кәмелеттік жастың табалдырығында тұрғанымда, мені байлығыңа көз салған масыл етпей, лайықты азамат болып шығуым үшін дүниені аралауға жібердің. Ең бастысы, алтын мен білімді қоса қабат бердің. Жомарттық таныттың, өкінішке қарай алтынды ақылмен жұмсай алмадым. Ол қапыда балаларға ұсталып қалып, мүмкіндік туғанда сытылып кеткен жабайы қоян сияқты, тәжірибесіз қолымнан сусып кетіп ғайып болды. Әкесі түсіністікпен күлімсіреді. Айта бер, ұлым, басыңнан өткен оқиғаларды тәптіштеп жеткіз. Мен үшін бәрі маңызды. Болашағы жарқын, тез өсіп келе жатқан Ниневия қаласына барып, сонда тұрақтауды ойластырған едім. Сонда баратын керуенге қосылдым да, жол бойы көптеген жаңа достар таптым. Олардың арасында желмен жарысқан жүйрік, әрі сұлу сәйгүлік мінген 2 әдепті кісі болды. Сапар барысында олар маған бір бағыт алған қалада бір бай кісі тұратынын жеткізді. Оның жүйрік аты ылғи да бәйгеден бірінші болып келеді екен. Аттың иесі бүкіл Вавилонда оның жүйрігінен озатын қылқұйрықтың жоқтығына сенімі кәміл болғандықтан кез келген сомаға бас тігуге дайын көрінеді. Алайда бір досым әлгінің аты өзінің сәйгүліктеріне қарағанда асқақ есек сияқты көрінді дегенді айтып, бәйгеде өз аттарының қалайда бірінші болып
келетініне сендірді. Жаңа достарым маған өз аттарына бәс тігуімді өтінді. Бұл ұсыныс ақыл-ойымды билеп алды, бірақ біздің аттарымыз шаң қауып қалды да көп алтыннан айырылдым. Әкесі мырс етіп күліп жіберді. Басымнан өткен жайт құйтырқы істің салдары екенін кейінірек білдім. Әлгі маған дос болғандар үнемі керуенмен бірге жүріп, өзім сияқты ашық ауыздарды аңдитын болып шықты. Ниневиядағы ат иесі де әлгілермен ауыз жаласқан көрінеді. Ұтысқа тігілген ақшаны өзара бөлісіп отырыпты. Осы салқынқанды алаяқтық маған алғашқы сабақ болды. Көп ұзамай тағы бір өзекті өртер жайтты бастан кештім. Керуенде достасқан тағы бір жас жігіт болған. Ол бір байдың баласы екен. Өзім сияқты Ниневияға өмірден өз орнын табуға келіпті. Сапардың аяғына таман ол маған қалада бір саудагердің өмірден өткенін, оның дүкенін тауарларымен қоса қабат түкке тұрғысыз бағаға сатып алуға болатынын айтқанды. Ол екеуміздің бұл істе тең құқықты серіктес болатынымызға сендірді. Бірақ оның алдымен Вавилонға қайтып алтынын әкелу керек болды. Сондықтан дүкенді мендегі барақшаға сатып алуға ұсынды. Ол Вавилонға баратын сапарын кейінге қалдыра берді. Және уақыт өте келе саудадан хабар шамал екені білініп қалды. Бұған қоса қолда барын оңды-солды жұмсай беретін әдеті барын байқадым. Ақырында оның қызметінен бас тарттым, бірақ ол кезде шаруамыз әбден құлдырап кері кеткен еді. Дүкенде тек жарамсыз тауарлар ғана жатты. Оларды сату мүмкін болмады. Ал жаңасын алуға алтыным қалмады. Мен дүкенді әупіріммен бір израильдікке төмен бағаға сатып әрең өткіздім. Ұзамай ауыр күндер келіп жетті. Қанша іздесем де жұмыс табылмады. Өйткені қолымнан ештеңе келмейтін. Жылқыларымды саттым, құлды да саттым. Тамақпен түнеп шығар орын үшін басы артық киімдерімді ақшаға айырбастадым. Күн артынан күн өтті, ал сәтсіздіктер қыр соңымнан қалмады. Сол ауыр күндерде әке маған сенетініңді есіме алдым. Сен мені бұл сапарға өмір көріп, ширасын азамат болсын деп аттандырдың ғой. Сол талабыңды қалай да орындауым керек деп шештім. Жүрегі жұмсақ, анасы жүзін орамалмен көлегейлеп кемсеңдей бастады. Сол кезде алтынның 5 заңы жазылған састақта есіме түсті. Ондағы ақыл кеңесті мұқият оқып шығып, алдымен білім алуға кіріскенімде алтынның өзімнен алысқа кетпейтінін түсіндім. Әлгі заңның бәрін жаттап алдым. Егерде сәттілік құдайы тағы да қолдай қалса, маған алып-ұшпа тәжірибесіз жастың емес, қарияның даналығы жетекшілік етеді деп бекіндім. Енді осында жиналғандарға әкемнің маған 10 жыл бұрын берген, яғни састақтаға жазылған даналығын тағы да оқып шығайын. Алтынның 5 заңы. 1. Табыстың кемінде 10-нан 1 бөлігін өзі мен отбасының болашағына арнап жинайтын адамның қолына алтын келеді және молаяды. 2. Өзіне табысты кәсіп тапқан ақылды адамның алтыны ынталы әрі қалтқысыз жұмыс істеп, өрістегі мал сияқты көбейеді. 3. Білікті адамдардың кеңесіне құлақ асып, ақылмен іске жаратқан парасатты жанның алтыны таусылмайды. 4. Өзі жай жапсарын білмейтін іске салған адамның алтыны қолынан сусып кетеді. 5. Қолынан келмейтін іске ұрынған немесе алаяқтар мен жылпостардың қармағына түскен, немесе болмашы тәжірибесі мен тез баю туралы бос қиялына сенген адамнан алтын іргесін аулақ салады. Әкем жазып берген алтынның 5 заңы осындай болатын. Олардың бағасы алтыннан да қымбат екенін мәлімдеймін және оны келесі хикаяларымда дәлелдеймін. Ол тағы да әкесіне қарады. Саған өзімнің тәжірибесіздігімнің салдарынан ұрынған кедейшілік пен шарасыздықтың түпсіздігі жөнінде айттым. Бірақ кез келген бақытсыздық тізбегінің шегі болады. Қала қорғанын тұрғызып жатқан құлдарды бақылаушы жұмысын тапқан соң күйінішім біршама сейілді. Алтынның 1 заңына сүйеніп, өз табысымнан аздап бақырларды жинауды бастадым. Мүмкіндікке қарай оның мөлшерін үнемі арттырып отырдым. Нәтижесінде алғашқы күміс тиындар пайда болды. Бірақ қорымның толығуы тым баяу жүрді. Өйткені өмір сүруде күнделікті шығысты талап етеді емес пе? Талмай ақша жинай бердім. Әке, 10 жыл бұрын қанша алтын берсең, сонша алтынды өзіңе қайтаруды қатаң түрде мақсат еттім.
құлдардың қожайынымен достасып үлгерген едім. Ол бір күні: сен тыңғылықты түрде ақша жинап жүрсің, бос жатқан алтының бар ма? Деп сұрады. Иә, дедім. Маған бір кезде әкем берген алтынды пайдалы іске жұмсай алмадым. Соны қайтару үшін көп алтын жинауым керек. Мына ниетің мақтауға тұрарлық. Сен қолда бар алтынның саған жұмыс істеуі және оның үстеме пайда әкелуі мүмкін екенін білесің бе? Өкінішке қарай, аузымның күйгені бар. Соның кесірінен әкем берген алтыннан айырылдым. Енді тағы да сондайға ұшыраудан қорқамын. Маған сенсең, саған қандай жолмен ақшаны пайдалы салым етуді үйретемін, деді ол. Бір жыл ішінде қаланың қорғаны соғылып біту керек. Қаланы патшаның жауларынан қорғау үшін оған бірнеше жерден қола қақпа орнатылады. Ниневияны қанша шарласаң да қақпа жасауға жеткілікті металл таба алмайсың. Патша оған алдын ала тапсырыс беру жайын ойластырмапты. Менде жоспар бар. Бірнеше адам бірігіп үлеске кіреміз де алыстағы мыс және кен орындарына керуен жіберіп қалаға металл алдырамыз. Патша қақпа жасауды бұйырғанда тек бізде ғана металл болады. Соны сатып пайдаға кенелеміз. Тіпті патша бізден сатып алмаған күннің өзінде металлды әрқашан жоғары бағаға сата аламыз. Бұл ұсыныстан, яғни ақылды адамдар кеңесіне орай жиналған қаржыны қайда салу керектігі жазылған алтынның 3-ші заңын орындау мүмкіндігін көрдім. Қателеспеппін. Біздің ортақ ісіміз жемісті болды. Нәтижесінде шағын жинағым жоғары өсім берді. Бұдан кейін әлгі адамдармен басқа да істерге қатыстым. Олар алтынның қадірін жақсы білетін және пайда табудың қыр-сырын жете меңгерген жандар еді. Үлес қосудан бұрын кез келген жоспарды жан-жақты талдайтын, негізгі қорларын тәуекелмен жұмсамайтын, әрі пайдасыз мәмілеге аяқ басқан емес. Атшарыс бәсекесіне қатысу немесе дүкен сатып алу сияқты ой елегінен өтпеген шалыс қадамдарға олар ешқашан бармас еді. Ондай асығыстықтың опық жегізетінін бірден аңғаратын. Осылайша іскер жандармен байланыс орнату арқылы алтынды табысты кәсіпке салуды меңгердім. Жылдар өткен сайын байлығым еселене түсті. Сөйтіп жоғалтқанымды қайтарумен бірге одан әлдеқайда көп алтын жинадым. Сан түрлі сәтсіздіктер мен сынақтар барысында да жетістікке жеткенде де әрқашан аталған 5 заңның кемелдігіне көзім жетті. Бұл 5 заңды меңгермегендерге алтын сирек келеді және тез арада ғайып болады. Бұл заңдарға сүйенгендердің алтыны азаймайды. Қайта еңбекқор құлдар секілді иесіне тұрақты әрі жемісті қызмет етеді. Намасир үнсіз қалды да кең бөлменің шет жағында тұрған құлына назар аударды. Ол бөлмеге 3 ауыр былғары қапшықты бірінен соң бірін кіргізді. Оның бірін Намасир әкесінің алдына қойды. Сен маған 10 жыл бұрын бір қап алтын берген едің. Ол Вавилон алтыны болатын. Оның орнына Ниневиядан әкелінген дәл сол мөлшердегі алтын ұсынамын. Бұның әділ айырбас екеніне бәрі де келсет деп ойлаймын. Сонымен бірге маған даналық сөздер жазылған састақта бергенсің. Оның орнына қос қапшық алтын беремін. Осы сөздерді айтқан ол құлдың қолынан қос қапшықты алып әкесінің алдына апарып қойды. Бұл арқылы әке, сенің даналығыңды алтыннан да артық бағалайтынымды көрсеткім келеді. Бірақ кім даналықты алтынмен өлшей алады? Ақылсыз адамның алтыны иесінің меншігінде тұрақтамайды. Егер адам әуелі даналыққа бет бұрса, оны алтын айналып өтпейтінін мына 3 қап дәлелдеп тұр ғой. Әке, бүгін алдыңда осылай тұрғаныма, сенің даналығыңның арқасында бақуатты әрі құрметті кісі болғаныма мен өте қуаныштымын. Әкесі Намасирдің басынан елжірей мейірлене сипады. Сен сабақты жақсы игеріпсің. Байлығымды сеніп қалдыра алатын сендей ұлым болғанына бақыттымын. Калабаб қария әңгімесін тәмамдап, тыңдармандарды жағалай шолып өтті. Намасирдің бұл тарихы сендерге не айтады? Деп сұрады ол. Араларыңда әкеңе немесе қайнатаңа осылайша өз әрекеттерің мен табыстарың туралы есеп беретіндерің бар ма? Егерде қарттарға келіп, көп сапар шектім, көп нәрсе үйрендім, көп жұмыс істедім, көп табыс таптым, бірақ алтыным аз, оның бір бөлігін есепсіз жараттым, ал қалған бөлігін ақылсыз іс-әрекет салдарынан жоғалттым. Десеңдер, құрметті қариялар не ойлар еді?
Біреуде көп алтын болып, енді біреуде ештеңе болмаса, оны тағдырдың машақаты деп санамай-ақ қойыңдар. Алтынның 5 заңын біліп, соны ұстанғандар әлбетте бай адамдар. Бұл заңдарды жастайымнан меңгергендіктен және оларды әрқашан бұлжытпай орындағандықтан бай саудагер болдым. Мендегі байлық сиқырдың күшімен жиналған жоқ. Жылдам келген байлық дәл солай жылдам кетеді. Егерде байлық терең білім мен ерен еңбектің арқасында келсе, онда ол иесіне құт болып дариды және қуанышқа бөлейді. Ақылды адам үшін дүние жинау қиын емес. Бұл міндетті ұзақ жылдар бойы арқалау қиынға түседі. Ақиқаты сол, алтынның 5 заңын ұстану кез келген адамды жомарттық пен несібеге кенелтеді. Бұл 5 заңның әрқайсысы терең мәнге толы. Хикаяны айтып бітіргенімше осыны ұғынбасаңдар, тағы да қайталап айтамын. Өзім оларды жас кезімнен жатқа білемін және ұзақ жылдар бойы талай істе олардың нағыз ақиқат екеніне көз жеткіздім. Алтынның 1-ші заңы. Табысыңның кемінде 1/10 бөлігін өзі мен отбасының болашағына арнап жинайтын адамның қолына алтын келеді және молаяды. Табысының 1/10 бөлігін тұрақты түрде жинап, оны іске ақылмен күдіксіз салған адам өз болашағына жететіндей, әрі құдайлар шақырғанда артында қалған отбасының қиналмай күн кешуіне кепілдік беретіндей лайықты байлыққа қол жеткізеді. Бұл заң алтынның әрқашан осындай іскер адамның қолына жиналатынын айтып тұр. Бұған куә ретінде өз өмірімді мысал етіп келтіре аламын. Алтыным көбейген үстіне көбейе берді, яғни алтын алтынды шақырды. Жиналған алтын болжағанымнан да артық табыс әкелді. Өз кезегінде жиналған қор еселене түседі екен. 1-ші заңның осындай керемет күші бар. Алтынның 2-ші заңы. Өзіне табысты кәсіп тапқан адамның алтыны ынталы әрі қалтқысыз жұмыс істеп, өрістегі мал сияқты көбейеді. Асылында алтыннан асқан еңбекқор жоқ. Қажетті мүмкіндік туғанда ол құлшыныспен молаяды. Алтын жиған әр адам осындай тиімді мүмкіндікке ие болады. Жыл өткен сайын оның саны артып, қайран қалдырар мөлшерге жеткізеді. Алтынның 3-ші заңы. Білікті адамдардың кеңесіне құлақ асып, ақылмен іске жаратқан парасатты жанның алтыны таусылмайды. Алтын шынында да қамқор қожайынға жұғысты болып, осыған керісінше аңғалдардан аулақ жүреді. Алтынның қадірін білетін адамдардың кеңесіне ден қойғандар қор жинағын тәуекелге салмауды үйренеді. Оны қол тигізбей сақтап, көбею қуанышына бөленеді. Алтынның 4-ші заңы. Өзі жай-жапсарын білмейтін іске салған адамның алтыны қолынан сусып кетеді. Алтыны бар, бірақ оны тиімді пайдалануды білмейтін адамға көптеген мүмкіндіктер өте пайдалы болып көрінеді. Алайда олар қор жинағына жоғалу қаупін төндіреді. Егер оны тәжірибелі кісілер сараптайтын болса, онда олардың пайда әкелер мүмкіндігі шамалы екеніне көз жеткізер еді. Сондықтан да өз бетінше беймәлім іске қол артатын жинақ иесі көбіне тәжірибесіздігі салдарынан қолда барын шашып тынады. Істің мәнісін білетіндердің кеңесіне жүгініп, алтынын орнымен іске қосқандар ғана бармағын шайнап өкінбейді. Алтынның 5-ші заңы. Қолынан келмейтін іске ұрынған, немесе алаяқтармен жылпостардың қармағына түскен, немесе болмашы тәжірибесімен тез баю туралы бос қиялына сенген адамнан алтын іргесін аулақ салады. Алтын иесіне ылғи да сиқырлы ертегіге ұқсас еліктірер ұсыныстар түседі. Ондайда ұшқары әсері пайда болады. Байлық сиқырлы күшке айналып, шексіз табыс әкелетіндей болып көрінеді. Бірақ ондай ұсыныстарды білікті адамдар сараптайтын болса, жылдам баюға жеткізеді дейтін әр жоспардың тасасында қауіп тұрғаны көрініп қалады. Бұл орайда ниневиялық байлардың негізгі қор жинағын нар тәуекелмен еш уақытта күдікті істерге жұмсамайтынын ұмытпаңдар. Алтынның 5 заңы осындай. Сабақ болар оқиғаларды айта отырып, сендерге өз байлығымның құпиясында аштым. Алайда бұл шын мәнінде байлықтың құпиясы емес, ақиқат шындық. Күйкі тіршіліктен құтылғысы аш шибөрілер сияқты қарын тойдыруды ғана ойлауға бас қатырғысы келмейтін әр адам бұларды білуге тиіс. Ертең біз Вавилонға жетеміз. Әне, Ваала шіркеуінің төбесінде өшпейтін оттың жарық сәулесін көріңдер ме? Алтын қала қол бұлғап тұр.
ертең әрбірің қалтқысыз қызметтерің үшін алтын аларсыңдар. 10 жыл өткен соң ертең қолдарыңа тиетін алтындар туралы не айта аласыңдар? Араларыңда намасер секілді қолдағы алтынды Аркадтың даналығына сай байлыққа апарар алғашқы қадамға айналдыратындар табылса, онда 10 жылдан кейін олар Аркадтың ұлы сияқты ауқатты да құрметті адам санатына қосылады. Біздің саналы әрекеттеріміз өмірде тура жолға бастап, көмектесіп және қуанышқа бөлеп отырады. Сол сияқты асығыс қадамдарымыз мазамызды қашырып үрейлендіреді де тұрады. Өкінішке қарай, оны киім секілді шешіп тастап, ұмытып кете алмайсың. Қолға алған ісіңді аяқсыз қалдырғаның туралы естеліктер үнемі қос өкпеңді қысып, тынысыңды тарылтады. Вавилонның қазынасы ағыл-тегіл, оны ешкім де өлшей алмас. Жыл өткен сайын шаһардың байлығы еселеніп гүлдене түсуде. Бұл байлық толайымен іскер адамдар үшін берілген марапат десек артық емес. Әр адамның тілегі мен ойында ұлы да сиқырлы күш жасырулы. Алтынның 5 заңын білу арқылы сендер де жаңа айтылған мүмкіндіктерді дұрыс бағыттай отырып, Вавилонның байлығынан өз үлестеріңді алатын боласыңдар.